Бәріңізге сәлем, сіздермен казахский тигр жақсылап фильмді көріп отырамыз. Қолдау көрсетеміз, лайк, подписка және де қолдау көрсеңіздер тамаша болады. Фильмнің атауы Малена. Кеттік бастаймыз. Алдарыңызда көріп тұрсыздар, 1945 жылдағы екінші соғыстар жылдары Ренато деген главный персонажымыз. Көріп тұрсыздар, әке-шешесімен нені жасап жатыр. Сицилия қаласына көшіп келеді, шағын ғана қаласына. Сол кезде Ренатаны көріп тұрсыз, достарымен великатент достасып алады. Сосын бір мезетте Маленаны көріп, бәрі түсінбестен қарайды. Бұл кім? Бұл Малена деген әйел дейді. Бәрі фантазия ойлап, неше түрлі ойлап бұл әйелді ұната бастайды. Артынан қарап жүрген Ренато бұдан таң қалмастан неше түрлі ойын айта бастайды достармен. Сосын мынау бала издевательство жасайды Маленаның әкесімен, өйткені ол құлақ естімейді екен. Сосын мынау Ренато қайтадан Маленаны қарап, басы ауырып, не істерін білмей, сабақтан кейін артынан барып, сол жаңағы үйінің алдында аңдып отырады екен. Малена қашан шығады екен көрсемеді. Бір мезетте Малена шақырып алады, ол өзіне сенбестен жанына жетіп келеді. Оны шақырып алып, Малена Ренато түсінбестіктен ақшасына продуктыларын алып берді. Сосын жаңағы әкесінің шалбарын киіп алып, соны жасайым деп ойлайды. Оны естіген әкесі оны ұрып соғады, ей бері кел, сен чортсың ба деп. Сосын үйіне барып аңдай бастайды Ренато Маленаны. Үйіне аңдып, Ренатоны көрген еркектер жұмысқа аламайды, бас айналып, Малена әдемілігінен бәрі ойлана бастайды. Сұлулығы керемет соншама. Сосын бір мезетте бір өсек пайда болады. Ренатоны Маленаның күйеуі қайтыс болды деп соғыста. Сосын оны жылап, оны уатып келген Ренато бәрін естіп әдейі түкіріп кетеді жаңағы солдаттардың несіне. Оны әкесі көріп қояды, трусыйын алып алған Маленаны ұрады, не істеп жатсың, сұмдық қой деп. Сосын жаңағы кластағы бір балалар Маленаның әкесіне бір хат жібереді, сіздің қызыңыз дұрыс емес, түнгі қыз деп, дұрыс емес қыз деп. Сосын оның әкесі отрекаться етеді. Сосын жаңағы кетіп баратқанда Малена үшін таласады, екі еркек соғысып бір-бірін сүңкілдетіп, анау тіс дәрігерінің әйелі келіп полицияға не істейді. Сосын бұны сотқа шақырады. Жаңағы тіс дәрігерінің не істеген үшін деп. Мынау адвокат оны қорғай бастайды да ақтап шығарады Маленаны. Оның кінәсі жоқ, ешқандай интригада қатысы жоқ, бұл өйткен жоқ деп. Сосын жаңағы ақшасын төлемеген соң адвокатпен енді төсектес бола бастайды Малена. Оны үйленем деп келгенде мамасы оны ұрып шығарып салады. Ей, қайдағыны айтып отырсың, қайдағы Малена мақұлық деп. Соғыс басталып келгенде Маленаның әкесі қайтыс болады. Тағы бәріне өсек пайда болды, бәрі өсектей бастайды жаңағы Маленаны. Малена не істерін білмей, ақшасы жоқ. Сосын жаңағы елдің өсегіне еріп, жаман қыз болып бұзыла бастайды бұл әйелде. Образына немістердің солдаттармен төсектес болып, солармен жүріп, оны естіген Ренато талып құлап түседі, жүрегі ауырып, сосын әкесі оны бордель қалып барады. Ренато жаңағы Малена ұқсайтын қызды таңдайды, екеуі төсектес болады. Соғыс жеңді біздің. Сосын бір мезетте немістер жеңгенде әйелдер алып шығады, Маленаны ұрып, сүңкілдетіп, төбелесін, мұрнын бет қылып, қаңғып, бәрі қашып жөнеледі, айғай сайып Малена. Оны көріп тұрған Ренато жүрегі ауырып, Маленаны пойызға отырып кет қалғанын көреді. Бір мезетте соғыстан күйеуі жетіп келеді, Маленаның. Соғыстан күйеуі келеді, күйеуі іздеп жүр, Малена қайда екенін ешкім білмейді, ешкім жауабын бере алмас. Оның артынан аңдып жүрген Ренато не істер екен деп аңдып жүр. Сосын жылап сұрайды, қайда мен әйелім, ешкім білмейді, қайда кеткен дейді. Сосын Ренатоға бір ой келеді, хат лақтырып кетеді. Что соның әйелі кінәсі жоқ, күйеуін күткен, күйеуін ұнатқан, осындайда жаққа кеткен деп. Сосын екеуі бір мезетте қалаға келеді, бір-бірін тауып қаншама жылдан соң. Ренато мен күйеуі қосылады, әйелдер көреді Малена қартайғанын. Бәрі онымен сөйлесіп, заттарын сата бастайды. Бұл да жай адам екен, бұл да жай әйел екен деп. Сосын бір мезетте Ренато бірінші сөйлей бастайды Маленамен. Көмектесіп, жаңағы продукттар түсіп қалған екен. Шын ниетімен жақсылық сыйлайды. Сіз аман болыңыз, сіз бақытты болыңыз деп оған қараған Малена. Ренато сонымен бітеді, Ренато қарайды. Сосын Ренатодан ешқандай әйел Малена сияқты болмаған екен. Ренато үшін ең ұнатқан әйелі бұл Малена екен. Сіздермен болған казахский тигр жақсылап каналыма лайк басыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Лайк және де қолдау видеоның көп шығуына сіздер байланыстысыздар. Ал бәріңізге жақсы көңіл күй, жақсы.